Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақнұр. Бүгін сіздермен өте танымал, өте хит, заказға көп түсетін Вупипай тортының оригинал рецептімен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Және де достар, каналыма тіркеліп, видеомны соңына дейін қараңыздар. Бұл торттың құпиясын сіздермен бөліспекшімін. Ал достар, тортымызды бастайық. Енді мына жерде менде керек заттар мен төменге жазып қалдырамын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең бірінші біздер жұмыртқамыз бен қантымызды аппақ көбік болғанша жақсылап араластырып алуымыз керек. Массамыз дайын болам дегенше біздер шоколадымыз бен майымызды ертіп аламыз. Міне қыздар, ертіп алдым, толығымен мұздады. Енді жаңағы жұмыртқамыз бен қантымыздың үстіне аздап құйып отырамыз. Жай скорспен. Енді қыздар, мына жерде менде корждарым үшін ұнымыз бен какаоымызды осылай електен өткізіп аламын. Қандай торт болса да мен осылай електен өткіземін. Сол кезде тортымыздың көтерілуіне, тортымыздың жұмсақ болып шығуына көмектеседі. Және де жұмсақ пышный болып шығады. Сіздер де солай істеңіздер. Енді мына жерде мен жақсылап миксерлеп алдым. Енді осыны басқа ыдысқа осы жаңағы массамызды өлшеп аламын. Өлшегеннен кейін оны теңдей 4 бөлікке бөлемін де, осы 22 диаметрлік формаға салып пісіріп ала береміз. Корждарымыз дайын болды. Енді тортымыздың креміне келсек, мына жерде менде қантымыз бен творожный сырымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Ішіне комочек қалып қоймау керек. Сол кезде креміміз әдемі болып шығады. Сливки әр уақытта мен 33%-ті қолданамын. Енді осы дайын болған кремімізді арнайы кондитерлік мешокқа салып, тортымыздың ішіне крем жағамыз. Міне осылай дөңгелек етіп жаға бересіздер. Ішіне толығымен крем жағып шығамыз. Негізінде достар, мысалына менде торт коржы шықса, соған теңдей етіп осы кремдерімізді 3 бөлікке бөліп алған жақсы. Сол кезде бүкіліне бірдей етіп жетеді. Достар, тортымыздың кремін жақ болдым. Енді мен ганаш ретінде сливкиіміз бен шоколадымызды ертіп алдым. Әркім қалауынша микроволновка пеште ертсеңіздер де болады, немесе су моншасында да ертіп алсаңыздар да болады. Енді осыны мен корждарымның үстіне құйып шықтым. Өте керемет болып шықты. Корждары жұмсақ, ауызда еритін торттардың бірі болды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Және де заказға да осы рецепт бойынша жасаңыздар да болады. Керемет болып шықты. Өзіме қатты ұнады. Енді мен осы рецепт бойынша жасаймын. Келесі видеомда кездескенше достар, сау саламат болыңыздар.